Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз ең дәмді әрі оңай пирожки пісіретін боламыз. Бауырмен пирожки пісіретін. Нанды бірінші бауырды пісіріп аламыз. Сосын нанды ашытамыз. Біз тұз саламыз. Ашытқымызды саламыз. Үйде қалған май, сары май немесе сұйық май қосамыз. Ішілмей қалған сүттен жасаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жылы сүт болу керек. Сүтті жылытып аламыз қазір. Он 15 минуттай осылай басамыз. Осылай нанымызды басып аламыз. Иығанғанша 15-20 минут басамыз. Осылай бауырымызды пісіріп алдық. Бір биязды қосамыз. Блендерден өткіземіз бәрін. Сухой болмайды. Тұздадық, бұрыштадық. Енді нанымыз ашыды. Пирожки істейміз дағы. Кішкене көтерілгеннен кейін пісіреміз бәрін. Осылай. Еті көп. По-домашнему. Бәрін осылай істеп шығамыз әдемілеп. Ашылмайтын қылып жабыстырып қатты. Осылай пирожкимізді істеп алдық. Енді табаны қойдық. Пирожкимізді осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді. Әрі оңай пирожки пісіретін боламыз.